Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар? Әне міне дегенше 10 күн 10 тақырып курсының екінші ағымы да аяқталды. Біз бұл курста негізінен 10 тақырып қарастырдық. Бұл әрине қышқылдық негіздік теориялар, Брэнстед Лоури, Льюис және Арениус теориялары, сутектік көрсеткіш, оның ішінде буферлік жүйелерге байланысты есептер шығаруды қарастырдық. Ерітіндінің ортасын анықтауға, яғни гидролиз тақырыбына байланысты, яғни лайфхакпен оңай жолын қарастырдық. Тотығу тотықстану реакциясы, әрине бұл ретте иондық электрондық баланс әдісімен, электрондық баланс әдісімен теңестіру, иондық электрондық баланс әдісін аяқтау сияқты тақырыптарды қарастырдық. Және электродтық потенциал, гальваникалық элементтердің теориялық негізін қарастырып, электродтық потенциал табуға арналған есептерді шығарған болатынбыз. Және қосымша топ элементтерінің қасиеттерін қарастырдық, олардың биологиялық маңызын, кешенді қосылыстардың түзілуін және оларды атауды, жіктелуі, изомерлерін қарастырдық. Одан кейін әрине лайфхак сабақтар болды. Ол алғашқысы әрине химия есептерін реакция теңдеуін шығару, реакция теңдеуін қолданбай, яғни шығымға арналған, пропорцияға арналған, әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде алынған есептерді еш реакция теңдеуін жазбай-ақ шығарып үйренген болатынбыз. Және ерітінділерге арналған есептерді лайфхакпен шығару әдісін, яғни біз кристалл гидратқа арналған есепті, оған қоса ерітінділерді сұйылту, концентрациясын анықтау сияқты есептерді бір формуламен шығару әдісімен таныстық. Оған қоса органикалық есептерді жануға, формула табуға арналған есепті және органикалық химияда көп кездесетін есептерді де еш реакция теңдеуін жазбай-ақ шығару әдістерін қарастырған болатынбыз. Одан кейін әрине біз органикалық реакциялардың жүру механизмін соңғы 10-шы сабақта қарастырдық. Бұл жағдайда біз электрофильді қосылу, мысалы немесе нуклеофильді орын басу сияқты реакция механизмдерін қарастырған болатынбыз. Енді жалпы әр тақырыпқа келетін болсақ, мысалы ерітінділерге арналған есепті біз алғашқы тақырыпта өттік, және ерітінділерге байланысты есептерде ерікшілікке арналған есептер, ерітінділерге арналған есептерді әрқайсысын жеке-жеке қарастырып, солар бойынша әрине әр тақырып бойынша үй тапсырмасы берілді, өздеріңіздің естеріңізде шығар. Және сол тақырып бойынша үй тапсырмаларының бәрінің әрине бейне талдаулары берілген болатын. Жалпылама алғанда бұл курста 200-дің үстінде есеп шығарылды және әрине өте көп тақырыптық тесттер берілген болатын. Енді бұл тотығу тотыстану тақырыбы бойынша міне өздеріңіз көріп отырғандай осынша материалдар сіздерге берілді, реакция теңдеулерін және әрине оның үй тапсырмаларының бейне талдаулары да сіздерге қоса болатын. Әрине тест тапсырмаларының жауаптары және мысалы химия есептерін реакция теңдеуін шығару тақырыбында біз жалпы 4 тақырып қарастырдық. Мысалы пластинкаға арналған 10 есеп, пропорцияға арналған мінекей 25 есеп, шығымға арналған 30 есепті қарастырған болатынбыз. Әрі қарай әрине бұл электродтық потенциалға байланысты, одан кейін органикалық есептерді шығару, мұнда да өте көп тапсырма берілді. Әрекеттесуші заттарға 20 есеп, оған қоса қоспаға арналған есеп 20 есеп, одан кейін 25 есеп жану тақырыбына байланысты және формула табуға арналған 20 есеп. Бір тақырыптың өзінде бізге сіздерге 85 есеп беріліп, олардың бейне талдаулары беріліп, және оған қоса түсіндіру материалдары барлығы берілген болатын. Енді әрине барлық папкаларды жеке-жеке көрсетіп жатпай қояйын, барлық тақырып бойынша сіздерге қажетті материалдар берілді. Әрине енді курс аяқталғаннан кейін дәстүр бойынша сіздерге чек-лист жасалады, ол уже дайын. Бұл чек-листте 10 тақырып қамтылған, яғни екінші ағымның. Әр тақырып бойынша әрине міне ерітіндіге арналған есептерді оңай жолмен шығару, бұл тақырып бойынша түсіндірме бейне баяндар, сол тақырып бойынша презентация, сол тақырып бойынша бекіту тесті әрине, сосын сол тақырып бойынша үй тапсырмаларының барлығының бейне талдау сілтеме түрінде уже сіздерге беріледі. Көріп отырғандарыңыздай, тек қана сілтемелер, яғни есептерге және қажетті документтерге сілтемелердің өзі 15 бет болып тұр. Яғни бұл 10 күн 10 тақырып курсында ауқымы өте көп материалдар, видео сабақтар, оған қоса видео талдаулар, есептердің, тесттердің берілген сіздерге. Енді бұлардың барлығын менен әрі қарай жалғастырып көрсетіп жатпай қояйын. Барлық тақырып бойынша бұл материалдарды сіздер енді сатып ала аласыздар. Әрине курсқа
қатысқан, міне телеграм-каналда курсқа қатысқан бізде 107 мұғалім болды. Әрине 107 мұғалім оқушыға бұл әрине тегін беріледі, курс аяқталды осының негізінде. Ал енді кім алғысы келеді бұны, яғни мында тағы да қайталап айтамын, қышқылдық негіздік теориялар ұбт-да кездесетін, буферлік ерітінділер, гидролиз, әрине тотал-тотықстануы, бұлардың барлығы жаңа бағдарлама бойынша ұбт-да кездеседі және НКТ-да да кездеседі. Сондықтан бұларды алып оқушыларды ұбт-ға дайындаймын десеңіздер, немесе өздеріңіз оқушы болып ұбт-ға дайындалатын болсаңыздар, сіздерге осы тақырыптар қиындық келтіретін болса, әрине сіздер осыны ала аласыздар. Ал егер сіздер мектепте сабақ беретін болсаңыздар, 10-шы сыныпқа, 11-ші сыныпқа, бұл тақырыптар түсіндіруге сізге қиындық туатын болса, әрине сіздер осы тақырыптар бойынша презентацияларды, теориялық ақпараттарды, мектеп кітабындағы сол тақырыптар бойынша есептердің талдауын барлығын әрине осы чек-листтен таба аласыздар. Яғни осы чек-листті алу арқылы осы 10 тақырыпты толықтай меңгеріп шығасыздар. Құрметті әріптестер, әдеттегідей сол жарнама шыққан күні сіздерге үлкен жеңілдік жасалады. Сол жеңілдікті пайдаланып осы чек-листті алуларыңызға болады. Сіздерге сатып алғаннан кейін, төлем жасағаннан кейін сразу чек-лист беріледі және доступ ашылады. Алам деген әріптестер, оқушылар маған жеке жазсаңыздар болады, міндетті түрде туындаған сұрақтарға жауап беріп, алған жағдайда чек-листті жіберетін боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.